Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы. Және де оның жүргізушісі әдеттегідей мен, Данияр. Бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз ағылшын тіліндегі ерекше етістік құрылымдарының бірі, етістік құрылымы. Use етістігінің өткен шақтағы формасы және цуперлогы. Етістік құрылымы сөйлемде қандай жағдайларда қолданылады? Оның екі түрлі типі бар. Бірінші жағдай as a past simple, яғни past simple ретінде өткен шақтағы етістіктің орнында қолданыла береді. Мысалға, I used to watch horror films a lot in the childhood. Мен балалық шағымда ужастик фильмдерді көп көретінмін деген мағынадағы сөйлем. Used to құрылымы және цуперлогдан кейін watch етістігі қойылған, негізгі етістігі. Біз кез келген уақытта used to құрылымын алып тастап, ed жалғанған watch етістігін қойсақ та болады. Ed жалған кез келген past simple шағындағы етістікті қойып жаза беруге де болады. Яғни used to құрылымын past simple мен кез келген уақытта алмастыруға болады деген сөз. Іс-әрекеттің өткен шақта бірнеше рет қайталанғанын немесе үнемі іске асқандығын білдіру үшін қолданылатын құрылымдардың бірі. Айта кетерлік нәрсе, used to етістігінің present simple шағында ешқандай баламасы жоқ. Яғни іс-әрекеттің күнделікті қайталанатындығын білдіру үшін біз usually немесе always сияқты үстеулерді қолданамыз. Ал өткен шақта біз used to құрылымы арқылы іс-әрекеттің үнемі іске асқандығын білдіре аламыз. Used to құрылымы жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Мейлі I тұрсын, мейлі she тұрсын, мейлі they тұрсын. Біз used to құрылымын тура осы күйінде қолданамыз. Сұрақ қою мақсатында used етістігіндегі edді біз сөйлемнің алдына did ретінде шығарып жібереміз де, use етістігінің өзін қалдырамыз. Did I used to watch horror films деген сияқты сөйлемдерді жасай беруге болады. Екінші жағдай as a habit, яғни әдет болғанда да адамның бойындағы бір дағдыны немесе қабілетті сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, Батыр is used to driving at night. Батыр көлікті түнде айдап үйренген, яғни ол түнде де айдай береді. Бұл жердегі ерекшелік used to құрылымынан кейін ing жалғанған, міндетті түрде ing жалғанған етістік қолданылуы керек. Бірінші жағдайдағыдай негізгі етістіктің немесе инфинитивтің өзі емес, міндетті түрде ing жалғанған етістік қойылады. Және used to құрылымның алдында be етістігі бар. Бұл жерде is. Батыр is used to driving at night. Батыр машинаны түнде айдап үйренген. Екінші мысал, she is getting used to our climate. Ол біздің климатқа үйренуде, іс-әрекет процесте қазір іске асып жатыр. Сол себепті біз get етістігінің көмегіне жүгінеміз. Дегенмен used to құрылымы өзінің негізгі функциясын сақтап қалады. Және to прилогынан кейін бірден толықтауыш қойылған. Бірінші мысалда да driving негізі толықтауыштың рөлін атқаруда. Екінші жағдайда біз зат есім арқылы, толықтауышты зат есім арқылы жасадық. Яғни ол бұл жерде our climate. Егер біз сұраулы сөйлем жасайтын болсақ, онда тек қана be етістігін сөйлемнің алдынан шығарып жібереміз. Is, she, is, Батыр деген сияқты. Егер they болатын болса are, тағы сол сияқты көмекші етістіктерді сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Used to құрылымы өз орнында қала береді. Ал бірінші жағдайда біз used деген етістіктегі ed мағынасындағы көмекші етістікті сөйлемнің алдына шығарып жібереміз. Сонда did I used to watch деген сияқты сөйлемдерді жасай беруге болады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да етістік құрылымдары туралы сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше